барлық Қазақстан Республикасының азаматтары біздің осы агитация жұмысынан өтіп және де өзінің көкейінде жүрген сұрақтарға жауап алатынына сенімдімін. Себебі біз осыған дейін де конституция жобасын талқылап, осыған дейін де бізден бөлек үлкен жұмыстар атқарылып, барлық өңірлерден қатысушы ретінде осы ата заңға өзінің үлесін қосып, әрбір жаңағы үтіріне дейін қарайған ғалымдар қатысып, осы жоба әзірленген болатын. Қазіргі таңда біз 80-нен астам 80% астам өзгерістер енгізіліп, міне 15 мартта сол референдумға қатысып, өзіміздің жауапкершілігімізді көрсетіп, және болашаққа деген өзіміздің көзқарасымызды нығайта түсіп, осы конституцияда өзгертілген бағыттарды қабылдауға дайынбыз деп айтқым келеді.